Жәрмеңкенің басқа даярлығы да жүріп жатты. Сұлтандар мен билердің Атбасарға жиналуы туралы жер-жерге шапқын кетті. Жәрмеңке орнын даярлау, яғни жеңіл материалдардан уақытша болса да сауда дүкендерін, сарайларын салу, палаталар құру жабдығы. Қазақ-орыс әскерлерінің Немантау қаласында тұратын екінші бөлімінің атаманына тапсырылды. Жәрмеңкені мың шақты киіз үймен қамтамасыз ету сол төңіректегі Көкшетау, Ақмола, Баянауыл, үш дуанның аға сұлтандарына жүктелді. Ішінде Шыңғыс та бар. Төре тастан қатты деген мәтел бар. Қисайған жағынан түзелуді олар намыс та көреді, қорлық та көреді. Шоқан кадет корпусына түскелі бір ретте атызын салмаған Шыңғыс сол қасарған қалпымен баласы кадет корпусын аяқтағанша да отыра берген еді. Сөйтіп жүрген шақта Шоқанның оқуын аяқтаған хабары оған жалғаса. Жанарал губернатор Шоқанды өзіне атылтан үш қып алыпты деген хабар дүңк етті. Шыңғыстың Құдайдан жатса тұрса тілері Шоқанның биік шендердің біріне тұяғы ілігуі, содан бастап жоғарылауы еді. Қараңғы қазақтар атылтан деп кішісінгенмен орыс тілінен мәліметі бар Шыңғыс ол сөздің маңыз мағынасын жақсы біледі. Кейде ұлы князьдар аталатын биік даражалы адамдарға полковниктердің, кәтте генералдардың адъютант болғанын көргені бар. Батыс Сібірдің генерал-губернаторына Шоқанның адъютант болуы, Шыңғыстың ұғымында ірі даражаға тұяғы ілігудің басы. Ар жағында қалай көтерілудің жолын зерек баласының табалуына күмәні жоқ. Шыңғыстың жанса деген үміті солай тұтана бастаған шақта Атбасардың биылғы базарын жанарал губернатордың өзі келіп ашады дейді. Шоқанды ерте келеді дейді деген хабар оған қосымша жәрмеңкеде 6 дуанның аға сұлтандары мен билерінің маслихаты болады дейді. Оны да жанарал губернатордың өзі басқарады дейді. Тілмашы Шоқан болады дейді деген хабар жер жарды. Осыдан артық не тілесін Шыңғыс?